Құрметті Алматы және Нұр-Сұлтан қаласы тұрғындары және болашақ кәсіпкерлер, өздеріңіздің кәсіптеріңізді ары қарай домалатып, оның өрге жүзгенін қаласаңыз, Алматы және Нұр-Сұлтан қаласындағы кәсіпкерлерді қолдау орталығы 1 және 15 сәуір аралығында 5 миллионға дейінгі қайтарымсыз грант ұсынуда. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Өтініш білдіргіңіз келсе, қолдау KZ сайтына тіркеліп және кабинет ашып, электронды цифрлы қолтаңба арқылы жеке кабинет тіркеп, пайдаланушы түрін таңдап, жеке заңды немесе жеке кәсіпкер түрлерін таңдайсыз. Электрондық цифрлы қолтаңба сертификатын таңдайсыз. Пароліңізді енгізіп кіресіз. Барлық тармақтардан өткеннен кейін қолдау KZ порталын тіркелгеннен кейін жеке кабинетіңізге кіресіз. Осы грантты алу жолдары қандай? Бизнес жолдар картасы 2025 бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Берілетін сома 2 миллионнан 5 миллион теңге аралығында қайтарымсыз грант түрі. Грантқа кімдер қатыса алады? Шағын кәсіпкерлік субъектілер, ісі жаңа бастаған жас кәсіпкерлер, осал топтағы барлық санаттағы кәсіпкерлер қатыса алады. Грант беруші шарттары қалай? Жаңа жұмыс орындарын құру, грант көлемін 10% өз үлесі ретінде көрсету, өтініш берушінің үй және көлігі болса, бағалау құжатын көрсету. Бұл талап әлеуметтік осал топтарға үшін міндетті емес. Әрбір кәсіпкер тек бір жоба бойынша грантқа қатыса алады. Кәсіпкердің бизнес жобасында инфрақұрылым болғаны абзал. Грант қай бағыттағы бизнес идеяға беріледі? Экономиканың басым секторындағы жаңашыл бизнес идеяларға. Грант құжаттарын қандай мақсаттарға қолдана аласыз? Тауар шығаруға, шикізат пен материалдар сатып алуға, материалдық емес активтер сатып алуға, технологиялар сатып алуға және де басқа да түрлері бар. Қандай құжаттар тізімін тапсырасыз? Жеке куәлік, өтініш, жеке кәсіпкерлік туралы құжатыңыз, қарыз жоқ деген анықтама, жұмыскері бар деген анықтама, сертификат болса сертификатты көрсетесіз. Әлеуметтік осал топты растайтын құжат, грант көлемін 10% өз үлесі ретінде көрсетесіз. Бұл конкурс қалай өтеді? Құжаттардың толықтығын тексеріп, конкурс комиссия отырысын ұйымдастырады. Мемлекеттік грант алушы үміткердің құжаттары толық болмаса, 2 жұмыс күн ішінде нақты кемшіліктерін айтып, 5 жұмыс күн ішінде қайта тапсыра алады. 10 жұмыс күн ішінде кәсіпкердің материалдарын конкурс комиссия отырысында таныстырады. Мемлекеттен берілген осындай мүмкіншілігіне ие болыңыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта басқа да пайдалы ақпараттармен жиі бөлісіп отыратын боламын.